Сәлеметсіздер ме балалар? Біз 2-ші сыныпқа арналған дүниетану сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз адам өмірінде табиғат жағдайының алатын орны. Яғни біз бүгінгі сабағымызда адамдар табиғат жағдайларын өз өмірінде қалай пайдаланғандығы туралы білетін боламыз. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсатымыз табиғат жағдайының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Сонымен қатар, сен бүгінгі сабақта табиғаттағы жер бедерін картадан табуды үйренесің. Алдыңғы сабағымызда алда болатын ауа райын білу не үшін қажет екендігін білдік. Адам өміріне ауа райының қандай әсері бар екендігін түсініп алдық. Балалар, ауа райының адам өміріне әсер ететіндігі секілді, табиғат жағдайлары да адам өміріне әсер етеді екен. Табиғат жағдайларына нелер жатады? Ойланайықшы. Табиғат жағдайларына таулар, қыраттар, өзен-көлдер, орманды алқаптар, сулы және сусыз жерлер, шөл дала, тағы да басқа жағдайлар жатады екен. Балалар, алдарыңызда Қазақстанның физикалық картасы берілген. Одан таулар мен жазықтарды, өзендер мен көлдерді көресіңдер. Олар картада қандай түспен берілген? Барлығымыз назар аударып қарайық. Тауларды, өзендерді, жазықтар қандай түспен берілгенін біліп алайық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Қазақстанның физикалық картасында таулар қоңыр түспен, жазықтар сарғыш түспен, өзендер мен көлдер көгілдір түспен беріледі екен. Алдағы уақытта бұл түстерді естеріңде сақтағандарың дұрыс болады. Балалар, бұл суретте сендер нені көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, бұл таудың суреті. Тау бұл жер бетінің айналасынан едәуір биік тұсы екен. Таудың табиғаты сұлу, жанға жайлы келеді. Сондықтан онда демалыс орындары салынады екен. Тау баурайларында салынған қандай демалыс орындарын білеміз? Балалар, сонымен қатар біздің елімізде тау баурайында орналасқан Бурабай және Алакөл, Қапшағай және Медеу мұз айдыны, бұдан да басқа демалыс орындары бар екен. Енді мына суретке назар аударайық. Балалар, бұл суретте нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, жазық даланың суреті. Яғни, жазық бұл жер бетінің біркелкі, тегіс болып келетін тұсы екен. Жазық даланы адамдар егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысу үшін қолайлы деп егін еккен және жайылым жерлерге айналдырған. Адамдар жазық даланы егін шаруашылығына пайдаланған. Өсімдік өсіру үшін ылғал мен құнарлы топырақ керек. Мұндай табиғат жағдайы Қазақстанның солтүстігінде, оңтүстігі мен оңтүстік шығысында бар. Бұл аймақта адамдар ертеден егін шаруашылығымен айналысқан. Сонымен қатар адамдар өзен-көлдің маңында, шөл далада, сусыз жерде де өмір сүре алады. Қазақстанның сусыз аймақтарында тұратын адамдар жыл бойы малының жайылымын екінші жерге ауыстырып отырған. Олар су табу үшін барған жерлерінде терең құдықтар қазған. Осылайша ата-бабаларымыз көшпелі мал шаруашылығымен айналысқандығын мына суреттерден
байқауға болады екен. Ойлан, сен үлкен өзеннің бойында, жанында шағын орманы бар жерде тұрасың делік. Мұндай жерде қандай шаруашылықпен шұғылдануға болады? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Мұндай жерлерде су шаруашылығымен, балық шаруашылығымен, егін шаруашылығымен және де орман шаруашылығымен шұғылдануға болады екен. Балалар, мына сұраққа жауап іздеп көрейік. Біздің аймағымызда жер бедерінің қандай түрлері кездеседі? Жарайсыңдар, балалар. Дұрыс айттыңыздар. Біздің аймағымыздың жер бедері жазықтар мен ойпаттардан, үстірттер мен қыраттардан, аласа және биік таулардан тұрады. Қазақстанның жер бедерінің едәуір бөлігі жазық болып келеді екен. Балалар, біз бүгінгі сабағымызға түсінген болса, мына тапсырмаларды орындап көрейік. Тест тапсырмасында 4 жауабы болады, беріледі. 4-еуінің 1-еуі дұрыс болады. Мысалы, бірінші сұраққа назар аударайық. Жер бетінің айналасынан едәуір биік тұсы не деп аталады? А жауабы қырат, В жауабы тау, Д жауабы жазық, Е жауабы жыра. Қай жауабы дұрыс деп ойлайсыңдар? Сол жауабын дөңгелетіп белгілей қойыңдар. Екінші сұраққа назар аударайық. Қазақстанның физикалық картасында тау қандай түспен көрсетіледі? А жауабы қара, В жауабы жасыл, Д жауабы қоңыр, Е жауабы көкшіл. Естеріңізге түсіріңіздер, біз бұл туралы жоғарыда айтқанбыз. Жарайсыңдар, дұрыс таптыңдар. Келесі сұраққа көшейік. Жер бетінің біркелкі тегіс тұсы не деп аталады? А жауабы қырат, В жауабы тау, Д жауабы жазық, Е жауабы жыра. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Қай жауабы дұрыс? Тамаша, дұрыс таптыңдар. Келесі сұраққа көшейік. Еліміздің сусыз аймақтарында мал шаруашылықпен айналысатын адамдар су табу үшін не қазған? А жауабы құдық қазған, В жауабы су тасыған, Д жауабы бұлақ. Дұрыс белгіледіңіздер. Жарайсыңдар. Келесі сұраққа көшейік. Қазақстанның физикалық картасында өзен, көлдер қандай түспен көрсетіледі? Есімізге түсірейік. А жауабы қара, В жауабы жасыл, Д жауабы қоңыр, Е жауабы көкшіл. Қай жауабы дұрыс деп ойлайсыздар? Тамаша. Барлық тест тапсырмаларын жақсы орындап шықтық. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызды зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.